Ассаламалейкум, баршаңызға арнаға қош келдіңіздер. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркеліп лайк басып бөліскенді ұмытпаңыздар. Өйткені сіздердің арнаға тіркеліп лайк басып бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. ақш президент Трамп 1 қаңтарда өзінің твиттерінде сайлаудағы алаяқтық туралы көптеген дәлелдер 6 қаңтарда өтетін ақш конгрестің бірлескен отырысында жария етілетінін хабарлады. Президент Трамп осы твиттерінде тағы біз сайлауда жеңіске жеттік, үлкен жеңіс деп жазды. Трамп сонымен бірге 30 желтоқсандағы республикалық сенатор Джош Хаулиттің 6 қаңтарда өтетін сайлаушылар дауысына қарсы болатынын мәлімдеген мәлімдемесін алға тартты. Хаули өз мәлімдемесінде миллиондаған американдықтар сайлаудың тұтастығына қатты алаңдайды және олардың дауыстары тыңдалу керек, ал 74 миллион американдық сайлаушының дауысын елемеуге болмайды деді. Қазірдің өзінде Хаули және 40-қа жуық республикалық конгресс депутаттары сайлау алдындағы алаяқтықтар мен заңсыздықтарды ескеріп, 6 қаңтардағы сайлаушылар арқасының нәтижелеріне қарсы шығатындықтарын мәлімдеді. Президент Трамп республикашылардың осы жоспарын қолдайтынын білдірді және жақында осы жоспарды алғаш ұсынған республикашыл өкілі Мо Брукспен және жоспарды ұстанған басқа республикашылармен кездесті. CNN екі республикашыл конгресс депутаттарының сөзіне сілтеме жасап, кем дегенде 140 республикалық конгресс депутаттары 6 қаңтардағы сайлаушылардың дауыстарын есептеуге қарсы болады деп күтілуде. Бірақ бұл сайлау нәтижесін өзгертуге дәрменсіз деп мәлімдеді. Заңға сәйкес Сенат пен Конгресс палатасы сайлаушылар алқасының дауыс беру нәтижелерін растаған кезде кез келген Сенат пен Конгресс мүшесі қандай да бір себептермен белгілі бір штаттың сайлаушылар дауысына қарсылық білдіре алады. Бірақ егер қарсылық жалғасатын болса, жазбаша өтініш жасалу керек және Сенат пен Конгресс палатасының мүшелерінің әрқайсының бір қолы болу керек. ақш президент орынбасары Пенс Сенат пен Конгресс палатасын ұйымдастырып, 6 қаңтарда әр штаттардың сайлау дауыстарын санап, ақш президент ең соңғы сайлаудың нәтижелерін растайды. Трамптың кеңесшісі Джейсон Миллер осы аптаның басында Newsmax TV-ге берген сұхбатында Трамп командасы сайлаудағы алаяқтық туралы көбірек дәлелдер келтіреді. Олардың кейбіреулері бұрын айтылмаған деді. Миллер сұхбатында тағы былай деді: біз Америка халқына барлық түрдегі дәлелдерді көрсетуіміз керек және жергілікті саясаткерлердің алаяқтық жасауына жол бере алмаймыз. Бұған дейін президент Трамп бірнеше рет 6 қаңтарда Вашингтонда өтетін шеруге халықты қатысуға шақырған. Достар, арнаға тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, лайк басыңыздар. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар.